Сәлем достар, бүгін осындай әдемі растяжканың шаблонын жасадық. Өте ерекше, сол үшін бұған обзор түсіруге шешім қабылдадық. Мінекей дайын шаблонды алып, соған текст жаздық, я? Ал сіздер де осындай дайын шаблондары алып тойбастар жасап жұмыс жасағыңыз келсе, маған WhatsApp номерге видеоның астындағы хабарласыңыздар. Біздің каналда бір каналдың өзінде 1000-нан астам дайын шаблондар бар. Тек қана текстін жазып, распечаткасын жасайсыз. Әрбір затқа осылай біз видео обзор түсіреміз. Және ссылкасын шаблонның астында қалдырып кетеміз. Еще фото для рекламы тоже саламыз. Мінекей осылай міндетті түрде барлық лишний қара сызықтарды, сары сызықтардың барлығын алып тастаңыз. Себебі бұл өте нежнейший оттенктағы, мынау ақ цвет емес негізі. Мінекей мен фотобумага, жемчужная фотобумагаға жасап жатырмын. Фотобумага жемчуг деген ол шамалы қымбаттау тұрады, обычный фотобумагадан қарағанда глянец. Егер осында жасасаңыз, оны қымбаттау бағалайсыз әрине. Мінекей қиып болды, қиып болғаннан кейін екі жағынан дыраколмен тесік тесеміз. Содан кейін мінекей екі жағынан кесіп боламыз. Міндетті түрде біз осы растяжканы бәріміз әшейін жасай саламыз. Қазірде тойбастарда қай жерден көрсеңіздер де 3 бұрышты сондай болады в основном. Біз өзгеріс енгізгіміз келді, ол да әдемі болу керек, растяжкадан тем более пайда өте жақсы. Міне енді осыған біз мынандай әдемі стразалар қосамыз. Стразаны обязательно горячий клеймен клейлейміз. Простой клеймен тұрмайды. И осылай әдемі қылуға неге болмасқа. Стразалар тем более бір штугы 2 теңге сондайға шығады. Өте әдемі ерекше растяжка болады сонда сізде. Осылай міне ағын, сарысын, немесе осындай менікінде серебристый цветін қолдансаңыз болады. Мен постоянно осы түстерден сатып алам және осыларды қолданам. И олардан да остаток қалмайды. Потому что ол базовый цвет барлық жаққа қолданыла береді. Например, қызыл, көк алсаңыз ол келе қоймайды көп жерге. Остаток қалады, пока кетем дегенше ұзақ уақыт өтеді. Өзіңіз қалаған жеріне осылай әдемілетіп стразы салып қойсаңыз, прям қыз ұзатуға деген тема растяжка болып шығады. Осындай мысалға сары түсінде қолдануыңызға болады. Өзіңіздің қалауыңызға байланысты клиенттен әрине сұрайсыз. Мен сізге фото отчет қалдырып кетем. Сіз қандай қажет деп сұрап аласыз. Цвет страз, соның барлығын. Бұған біз лента ақ әрине қолданамыз. Ішкі жағына өткіземіз. Сыртына көрініп, эстетикалық жағынан бөлініп тұрмас үшін. Неге осылай өткізіп шығамыз. Ал біздің растяжкамыз уже дайын. Сіздерге құпия ақпарат. Егер менің YouTube каналыма подписан болсаңыз, сіздерге біздің лайфхак видеоларымыз көрінеді. Егер тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, обновить етіп жіберсеңіз, лайфхак деген видеоларды көруіңізге болады. Осымен дайын. Ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.